бір күні бір кісі былай айтады да, сендер неге намаз оқыған кезде қолдарыңды кіндіктің астына байлайсыңдар дейді. Ол әурет қой дейді да. Мақұл, әурет, дұрыс. Бірақ онда мынандай сұрақ сізге де. Сіз неге аттахиятты қолыңызды саныңызға қоясыз? Ол да әурет емес па? Рукухта тұрған кезде қолыңыз тізеде тұрады. Ол да әурет емес па? Яғни бұл аргумент емес. Біз қолымызды кіндіктің астына байлаймыз, өйткені бұл сүннет, өйткені бұл пайғамбарымыз солай істеген. Бұған дейінгі бір видеода айтқанымдай, мына стендті көрген боларсыздар, сол стендке назар аударып көрейік. Сол стендте мысалы не жазылып тұр. Және сол стендтегі келтірілген дәлелдердің барлығын сіздер мына сайттан көрсеңіздер болады. Мына ummet.kz сайтына кірсеңіздер, осы жерде мына ханафи мазхабы бойынша намаз оқу тәртібі. Және осы жерде әрбір неге қолды құлаққа дейін қағады, неге қолды мына кіндіктің астына ұстайды, соған дәлелдер барлығы келтірген. Құраннан, хадистен. Неге аминді іштен айтамыз? Соған сол секілді мәселенің барлығы осы жерде қарастырылған. Осын қарап жүріңіздер. Мешітте де кейде болып тұрады осы стенд, және де осы сайттан көрсеңіздер болады. Енді неге қолды кіндіктің астына байлау мәселесіне дәлелдерін келтіретін болсақ, как раз осы мына стендтен қараңыздар, мына жерде мысалы айтылып отыр. Али радиаллаху анху былай айтады: оң қолды сол қолдың үстіне қойып кіндік астына байлау бұл сүннет деген. Бұл хадисті имам Абу Дауд жеткізген. Келесі дәлел. Абу Дауудтың өз сүнанында риуаят етілген хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху былай айтады: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір қолын екінші қолына қойып кіндіктің астына байлады деген дәлелдер мына жақта тола. Тағы да бірнеше дәлелдер тұр. Енді олардың өзіңіз сайтқа өтіп көрсеңіздер болады. Түсінікті? Сол себепті біліп жүріңіздер, өздеріңіздің дәлелдеріңізді біліп жүріңіздер. Сіздер ханафи мазхабын ұстанғанымен сіздер пайғамбар намаз оқығанда оқып жүргеніңізді біліп жүріңіздер. Түсінікті? Тамам? Тамам.